Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз жылу берілудің түрлері. Жылу өткізгіштік. Оқытушы Жусупова Айнұр Мировна. Қызығушылықты ояту. Оқушылар, алдарыңыздағы, жан-жағыңыздағы бөлмедегі заттарды қолдарыңызбен ұстап көріңіздер. Не байқадыңыздар? Бөлменің температурасы қандай? Неге ол заттардың температуралары әртүрлі болып сезіледі? Не себептен деп ойлайсыздар? Неге ыстық шайға салынған қасық ысиды? Неге асхана ыдыстарының ұстайтын бөлігін пластмассадан жасайды? Неге ыстық күндері ақ түсті киім киеміз? Жылу берілудің түрлері. Жылу өткізгіштік. Денемен жұмыс істелмеген немесе дененің өзі жұмыс істемей тұрғандағы ішкі энергияның өзгеру процесі жылу берілу деп аталады. Анағұрлым көбірек қыздырылған дене бөлшектерінің кинематикалық энергиясы көп болғандықтан, ол азырақ қыздырылған денемен жанасқанда азырақ қыздырылған дене бөлшектеріне тікелей энергия береді. Жылу берілудің түрлері жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару. Жылу өткізгіштік ішкі энергияның дененің көбірек қыздырылған бөлігінен дененің басқа азырақ қыздырылған бөлігіне тікелей немесе аралық денелер арқылы берілу құбылысы жылу өткізгіштік деп аталады. Оның ерекшелігі қатты, сұйық және газдарда жүре алады. Зат өзінің орнын ауыстырмайды. Әртүрлі заттардың жылу өткізгіштігі түрліше болады. Түрлі заттардың, яғни қатты зат, сұйық, газ, ішкі құрылысы әртүрлі, сондықтан олардың жылу өткізгіштігі де әртүрлі болады. Қатты заттар ең қатты жылу өткізгіштіктер, сұйықтар нашар жылу өткізгіштіктер, газдар өте нашар жылу өткізгіштіктер, вакуум оқшаулағыш жылу өткізбейді. Конвекция сұйықтың немесе газдың ағысы арқылы энергияның тасымалдануы барысындағы жылу алмасу процесі. Тұрғын үйдегі конвекция құбылысы. Конвекцияның ерекшелігі сұйықтықтарда және газдарда пайда болады. Қатты денелерде және вакуумда болмайды. Газдар мен сұйықтықтар өздерінің орнын алмастырады. Газдар мен сұйықтықтарды төменнен бастап қыздырады. Сәуле шығару. Сәуле шығару сәулелік жылу алмасу деп электромагниттік толқындар көмегімен бір денеден екінші денеге энергияның берілу процесін айтамыз. Күннен энергияның жерге берілуі, ақ және қара түсті бетке энергияның берілуі. Сәуле шығару баяу қызады, жылдамырақ қызады. Баяу қызатын беті ақ түсті дене, жылдамырақ қызатын беті қара түсті дене. Сәулелену энергиясының дененің ішкі энергиясына айналуын жұтылу деп атайды. Сәуле шығарудың ерекшелігі кез келген затта жүре алады. Дене температурасы артқан сайын сәуле шығару қарқындылығы артады. Вакуум арқылы да тарала алады. Қара денелер сәулені көбірек жұтады, ал ақ денелер керісінше сәулелерді көбірек шағылдырады. Жылу берілудің түрлерінің тұрмыста қолданылуы. Үтік, тепловизор, термос және ұстағыштар. Үйді су құбырлар жүйесімен жылыту, пәтерлерді жылыту үшін радиаторлар қолданылады. Жаңа сабақты пысықтау, суреттегі сұрақтар.
Не себепті ұшақтар мен зымырандардың ақ және күміс түстес болады? Жауабы: сәулені жақсы шығарылатындықтан. Кірпіштен жасалған үйлерге қарағанда ағаштан жасалған үйлердің жылы болатындығы неліктен? Жауабы: кірпішке қарағанда ағаш жылуды жай өткізеді. Жылу көзінен балаға энергия қалай бөлінеді? Жауабы: жылу пешке сүйеніп отырған балаға жылу өткізгіштік арқылы беріледі. Жылу көзінен балаға энергия қалай беріледі? Жауабы: құм үстінде жатқан балаға жылу күннен сәуле шығару арқылы, ал құмнан жылу өткізгіштік арқылы беріледі. Тез бұзылатын азық-түлік қай вагонмен тасыған дұрыс және неліктен? Тез бұзылатын азық-түлікті ақ түске боялған вагондармен тасымалдайды. Себебі ақ түсті сәулені көбірек шығарады. Неліктен қыста құстар мен жануарлар тоңбайды? Жауабы: олардың сыртқы жүндерінің арасындағы ауа болатындықтан. Себебі ауаны жылу өткізгіштігі нашар. Ауа дененің өз жылуын сақтауға көмектеседі. Неліктен тұрғын үйлердің терезелері 2 қабатты етіп жасалады? Жауабы: 2 қабаттың арасында ауа болады, ал ауаның жылу өткізгіштігі нашар, сондықтан жылуды сақтап тұрады. Жылу берілудің қайсысы түріне зат алмасу процесі жүреді? Сәулелену, конвекция, жылу өткізгіштік. Жауабы: конвекция. Қорытындылау. Рефлексия, идеялар жәрмеңкесі. Бүгінгі сабақта біз қандай мәселелерді қарастырдық? Бүгінгі үйренгендеріміз сіз үшін болашақта қажет деп ойлайсыз ба? Сабаққа қандай толықтырулар енгізер едіңіз? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.